ссылкасын арқандар шығар аламыз ба? Я слушаю, на жерін жібермей. Давайте, удачи. Так, дайын қояйын. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін Яссауи Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығының базасында құрылған Яссауи тану ғылыми орталығының бастамасымен Яссауи Таймс деген онлайн сұхбат жобасын бастамақшымыз. Жалпы бүгінгі тақырып Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі эпиграфикалық жазбалардың мәні, жаңа ғылыми интерпретациялар. Жалпы өздеріңізге белгілі, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі жазуларды зерттеп, мәнін толық анықтап, тіркеп, жеке кітап етіп жарыққа шығардық. Оны енді өздеріңіз былайша бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі деп аталып, бұл кітабымыз. Жалпы осы кесенедегі жазулар, эпиграфика толық тіркелді. Осында толық қамтылады негізі. Соның ішінде бұл жерден де бірінші сол жазулардың тұрған орны туралы ақпарат беріледі. Жалпы сол жерде орналасқан жеріндегі өлшемдері, одан кейін арабша мәтін терілді, одан кейін транскрипциясы жасалды сөз жазулардың, одан кейін қазақ тіліндегі аудармасы берілді. Соныменен үш тілде жарық көрді осы кітап. 2008-ден бастап осы күнге дейін ол қайта-қайта басылып келеді. Жалпы бұл мен таныссыздар деп ойлаймын. Енді бүгінгі сұхбаттың негізгі тақырыбы осы кесенедегі жазулардың мәніне тоқталамыз. Не үшін жазылды, қалай жазылды? Бұл да осы уақытқа дейін бұлайша көп қозғалмаған мәселелердің бірі. Мысалы, енді бұл сұхбат болғанда бізде еркін болсын. Бір жағынан ақпарат, мәліметті беріп отырайық. Сұрақтар болса жазыңыздар. Ары қарай сол шама шарқымыз келгенше сұрақтарға жауап берейік. Енді бұл жерде алып қараған кезде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жалпы фотодан да көрсетіп отырайын, суретін кітаптан. Батыс фасады деген кезде бұл сыртқы фасадтарының барлығы портал фасадтардан тұрады. Солардың барлығы негізі сәнделген. Қаптама бояулы кірпіштермен қаланып, әртүрлі өрнектер салынған. Жалпы мына кесененің оңтүстік портал деп аталады. Кіреберіс. Екі мұнарасы бар. Содан жалпы алған кезде мынау кесененің батыс жағынан түсіргендегі фотосы. Батыс фасад деп аталады. Бұл осы негізі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі жазулар осы батыс фасадтан басталады негізі. Сонда мына батыс фасадта үшке бөліп қарастырамыз. Жалпы мынау төменгі бөлік, мына жақты ортаңғы бөлік деп есептейміз. Одан кейін мына жоғары жақта фриз, жоғарғы бөлік дейміз. Сонда мына жоғарғы бөлікте
былайша айтқанда басқұрт сияқты бұл да осы батыстан басталады да жазулар ары қарай солтүстік, соныменен шығыс порталына барып шығыс фасадынан аяқталады. Бұл жерде Құран аяттары жазылған, тағы да мына жерде өрнектер. Енді біз осыған тоқталамыз, батыс фасадындағы жазуларға, өрнектерге. Енді бұл жерде айта кететін зат, мына қарасаңыздар, мына іргетас деп есептейтін болсақ, сол төменгі бөлік деп атаймыз осыны, мына жер. Бұл жерде ешқандай жазу жоқ. Адам бойындай жаңағыдай биіктікте. Бұл тек қана жұлдыздармен көмкерілген, жұлдыздар салынған. Бұл жерден де жалпы алған кезде жұлдыз дегеніміз енді өздеріңізге белгілі аспанда болатын зат, көктегі нәрсе. Бұлайша алып қараған кезде ең биіктегі космостағы, бұлайша айтқан кезде ең үлкен физикалық денелер тағы басқа. Сонда қарасақ, осы бізді ойландырды. Негізі жоғары жақта тұратын мысалға зат аспандағы жұлдыздар не үшін мына кесененің батыс фасадтағы, былайша айтқан кезде соның ең төменгі жағына іргетастың орнына өрнектелген деп, соны біз былайша алып қараған кезде соған таң қалдық. Содан мына зерттеу нәтижесінде бұл жерде үлкен мән бар екен. Мына ортаңғы бөлік, жоғарғы бөліктердегі жазуларды талдап қараған кезде бізге сол сұрақтарымызға жауап табылды. Мысалы, шынымен де жұлдыз ең биіктерде тұратын, былайша айтқан кезде ең алып физикалық денелер десек болады. Құс жолында шоғырланған, тағы басқа. Сонда былайша алып қараған кезде адамдардың арасында да сол жұлдызға теңеп жатамыз. Әсіресе ол дінде де бар, былайғы кезде де жаңағыдай адамдарды жұлдызға теңейміз. О жерде де мысалы жұлдыз шындығында да кемелдіктің, былайша жарық, сәуле шашудың, тағы да басқа жол көрсету мақсатында жаралды деген әңгімелерін бәрін қосып, қорытып қараған кезде, былайша айтқан кезде бір бағыт-бағдарда айқындап беретін сондай бір жаңағы символ. Енді бұл ең биікте тұратын жұлдыздар не үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі былайша айтқан кезде өрнектерінің арасында іргетасқа былайша салынды деп, сол сұрақты былайша айтқан кезде әрбір адам енді қоюға болады. Біз де соны солай деп, жаңағыдай бізге де сол сұрақ туындады. Сөйтсек, оның мәні былай екен. Мысалы, кез келген адам баласы, адам баласын алып қараған кезде толық жаратылыс деп есептейміз. Саналы, былайша айтқан кезде шындығында да адам өзіне қарап ойланатын болса, барлық нәрсесі бар, жаңағы денесі, жаны, рухы дегендей. Сонда мына физикалық тұрғыдан алған кезде адам баласы былайша айтқан кемел жаратылыс, саналы жаратылыс. Былайша айтқан кезде әрқайсысын бір жұлдызға теңеуге болады. Жаратушының жердегі көптеген жаратқан заттарының ішіндегі бір жұлдызы. Я болмаса, сол Алланың өзін, құдіретін, барлық жаңағыдай шексіз күшін, өнерін барлығын көрсететін бір жаратылыс жалпы адам баласы. Яғни әрбір адамда
біз солай деп жаңағыдай бағалауымыз керек. Енді бұл жерде де сол кәдімгі ол мұсылман ба, кәпір ме, я болмаса жаңағы дініне берік па, дінсіз бе, я болмаса жаңағыдай тақуа ма, күнәһар ма, түптің түбінде ол адамдардың барлығы жаратушының былайша айтқан кезде бір өнімі, жаратқан заты. Бұл мына төменгі бөліктегі өрнектер соны бізге көрсетіп тұр, соған меңзейіп тұр. Енді шындығында да жарайды, енді бұл адамдар ағысы, жаңағыдай өмір ағысы, жалпы адамдар деп есептейік. Енді бұдан әрі қарай енді мәселе қызық бола бастады бізге. Содан мына ортаңғы бөлікке қарасақ, ең ортаңғы бөлікте мұндай бір жаңағы X тәрізді өрнектер бар, кескіндер бар. Бұлайша айтқан кезде 5 шаршының құралған күйі, мысалға X тәрізді, мысалға мына ортасындағы бір шаршы болса, қалған 4 жағындағы 4 шаршы ашылған түрі, бұлайша айтқан кезде. Сонда осы ортаңғы бөлікте осы кескіндердің ішінде кәдімгідей жазулар бар. Оны енді бұлай оқып та, естіп те, видеолардан қарап та жүрсіздер. Шындығында да осы кескіннің ішінде мына тағы да мына X-тің ішіне дәл қаралсаңыздар, бұл жерде де бір не тәрізді, свастика тәрізді, мәңгілік қозғалыс белгісіндегі белгілер бар. Сонда бұлардың барлығында бұлай бір қарағанда белгі кескін деп көрінгенімен бұлардың барлығы жазу. Осы мына ортаңғы бөліктегі осы жыбырлап жатқан жаңағыдай өрнектердің барлығы негізі жазулар. Енді осы әрбір X-тің ішінде Аллаху Рабби, Мұхаммед Нәбии деген сөздер 4 реттен жазылған. Әр X-тің ішінде 4 реттен. Мысалға, оның мағынасы Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед деген сөз. Енді мына жағында оңтүстік мұнара дейміз. Сол оңтүстік мұнарадан бастап солтүстікке қарай былайша айтқан кезде 100-ден аса осы сөз жазған жаңағы. Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед деген. Оңтүстік мұнарадан солтүстікке қарай осы сөз жазылған. Аллаху Рабби, Мұхаммед Нәбии, Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед деген сөз. Енді бұл жерде бұны қалай байланыстырамыз деген кезде, неге ол жаңағы ортаңғы бөлікке жазылды, неге жаңағыдай жоғарылау жерге жазылды деген әңгіме шықты сіздің алдымыздан. Содан мұнаның өзіне тағы бір нәрсе қосып кетуге болады. Мына жұлдыздар тәрізді төменгі бөлікте жазу жоқ. Неге деген кезде бір жағынан өздеріңіз де жақсы білесіздер, нені де қосып кетуге болады. Бізде қасиетті сөздер, Құран аяттары, Құран кәрім, тағы да басқа қасиетті қадірлі нәрселерді әрқашанда білесіздер, кітаптарды дегендей кіндіктен төмен ұстамаймыз. Әрқашанда жүрегіміздің тұсында, былайша айтқан кезде кіндіктен жоғары ұстауға тырысамыз. Ол бұрыннан үйретілген әдептілік. Ол дінде де сол, біздің былайша айтқан кезде әзіргі салт дәстүрімізде де барлығында ол жақсы қатаң сақталатын зат. Яғни сондай былайша айтқан кезде бір әріп болса да әйтеуір аяқтың астында қалғанын қаламаймыз, соны әрқашанда көтеріп қоямыз деп. Сол сияқты бұл жерде де сол тәртіп сақталған. Яғни мына төменгі бөлікте ешқандай жазу жоқ. Егер де мүмкін ол жерде жазулар болса, біреулер жаңа теуіп кетіп дегендей мал сүйкеніп, тағы да басқа әртүрлі әдепсіздіктер болып қалуы мүмкін еді. Сол әдептілік сақталған. Бірақ бір қызығы
осы бір кездері кесенені насихаттау деген бір акция болды. Сол кезде Түркістан енді ары қарай жаңа өзгерістерге кіріп жатқан кезде, сонда көпшілік дизайнерлер, әртүрлі модельдер, тағы басқа дегенде келіп фотоға түсірген кесенені. Сыртындағы өрнектерді былайша айтқан кезде фото-видеоға түсіріп, әртүрлі фильмдер шықты. Былайша айтқан кезде сол өрнектерді насихаттау мақсатында жүргізілген акция екен. Сонда бір қарасақ, мен енді өзімнің көргенім, біздің қаладағы университетте Қожа Ахмет Яссауи атындағы, былайша айтқан кезде атамыздың атындағы университетте бір сахнада жиын болып отыр екен. Сосын бір қарасам, сахнаның астында кәдімгі осы кесенедегі жазулар тұр. Жаңа белгілі бір сөздері мен жаңа қасиетті сөздер дегендей. Сол кездегі жауаптыларға мен хабарласып, ананың үстінде былайша айтқан сахна ғой, енді бәрі әркім жаңа жүріп тұрады, тепкілейді. Былайша айтқан кезде сол кезде би болды, тағы басқа бір нәрселер болды дегендей. Әртүрлі мәдени іс-шаралар болды дегендей. Содан хабарласып айттым, осылай да осылай. Жаңа аяқ асты болып жатыр екен кесенедегі жазулар деп. Сөйтсем, ол кісілер назарға алмады ма? Сосын бір-екі айдан кейін қарасақ, тағы да бір іс-шарада әлі алмаған, өзгертпеген тұрған екен. Сол кезден де Фейсбукқа жарияладық, негізі мына қасиетті сөздерді таптатуға болмайды деп. Сосын тағы да жауапты кісілер хабарласып, жарайды, оның бәрі түзетілді деп, кейін өздері хабарласты. Ескертуімізге алғыс айтып негізі. Бұлайша алып қараған кезде 21 ғасырдағы біздің нақты білім беретін және осы атамыздың атындағы университетте ондай нәрселердің болуы былай енді бір ұят нәрсе. Оның барлығы жауаптылар әрқашан қарап отыру керек еді негізі. Ондай жаңағы қасиетті сөздерді, былайша айтқан кезде аяттарды ондай таптатуға болмайды. Ол енді былай білместіктің несі шығар, бірақ соның өзі енді кез келген былайша айтқанда Түркістан қасиетті деп жаңағыдай қасиетті қала, рухани орталық деп аталғаннан кейін ол жерде қасиетті нәрселердің барлығын сол өз орнында қадірлегеніміз жақсы болады. Сол бір екен, одан ары қарай қарасақ, бір жаңа аэропортта бір стаканчиктер жүр. Ол жерде де сол нені ендіріп тастаған екен. Одноразовый жаңағы бір реттік ыдыстар. Ол жерде де кәдімгі осы жақсы сөздер, кесенеде жазылған жаңағыдай аят хадистер сол жерде де жүр. Оны да мысалға ішкен кісі алады да жаңағыдай бір реттік пайдаланып, ары қарай неге қоқысқа тастайды оған. Ол да әдепсіздік дегендей. Сосын бір қарасақ, кәдімгідей ары қарай футболкалар жасапты бір кісілер, киімдер жасаған, бір қарасақ шортик жасаған. Оны да іздестіріп қарасақ, ол Франциядағы бір дизайнер өзіміздің Қазақстанның азаматтары екен. Ол кісілерге ескерттік, осылай негізі сізді жаңағы өрнек деп пайдаланып, осындай көпшілікке ұсынып жатқан нәрселеріңіз негізі қасиетті жазулар деп едік. Ол кісі дереу қабыл алып, ол енді ендігі қайталанбайды. Бәрін жаңағыдай былайша айтқан кезде біздің ескерткенімізге ол кісілер де ризалығын білдіріп, ары қарай түзететіндігін айтты. Яғни былайша алып қараған кезде әдептілік мәселесін сол, мысалы, мынау енді жаңағы 14 ғасырда салынған болса, сол кезде ол ескерілген әдептілік мәселесі. Яғни сол біреулер теуіп кетпесін, мал кеп сүйгенбесін, тағы басқа деген мақсатта мына кесененің фасадтың төменгі бөлігінде ешқандай жаңағыдай жазуға орын бермеген. Ол жер әшейін өрнекпенен жаңағы шектелген. Енді жаңа өзіміздің негізгі мәселеге келек. Бұл жерден ортаңғы бөлікті айтып жатырмыз. Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби деген сөз. Шындығында да бұл екеуін байланыстырған кезде адам баласы бұл жерде екі мәселе айтылып тұр. Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби. Раббым Алла, Мұхаммед пайғамбарым деп. Оны басқаша айтқан кезде бұл да жаңа ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла деген сөз.
яғни бір Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі дегенді білдіреді. Бұл неге калима дейтін болсақ, осы тұтас жаңағы батыс фасадтың барлығы жаңағы оңтүстік мұнарадан солтүстікке дейін осы сөз жазылған. Неге дейтін болсақ, әрі ана белгісімен мәңгілік қозғалыс, тоқтатпа, үзбей айт, қайталана берсін деген мағынада кәдімгі сол белгісін де беріп қойған. Енді бұл жерде бұл Алла тағала жаратушы. Бұл жаратушыны былайша айтқан кезде адамзат тарихында өздеріңізге белгілі жаратушыға сенушілер бар, сенбейтіндер бар. Ал енді біздің қоғам және былайша айтқан кезде біздің ата-бабаларымыз, жалпы түркі халқының енді көп бөлігі сол Алла тағалаға сенеді. Яғни сол Алла тағаланы Раббым деп біледі. Ал енді ол Алла тағала, мысалға біз исламда, түркілердің көп бөлігі исламда қабылдайды. Сол кезде осы исламға кірудің шарты ғой. Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла деген. Бір Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп айту. Иман мәселесі. Сонда осыған кірген кезде, мысалға исламға кірген кезде біздің түркі баласы, былайша айтқан кезде түркілердің көпшілігі соны өзіне қарай былайша айтқан кезде өзінің бұрыннан келе жатқан жолы сияқты ары қарай сіңісіп кетті исламға. Мына ислам тарихына қарайтын болсақ, түркілердің мұсылман болуына қарайтын болсақ, шындығында да түркілер исламға дейін де түркілердің діні болған. Мысалы, айта беретін болсақ, осы дүние жүзінде қандай дін пайда болады, сол түркілерге де жетіп отырған, түркілерге де келген бұрышы. Мысалға деген тәңірлік дейміз, бір тәңірге сенімі. Ол енді бұрыннан бар зат. Ол енді кейінгі кезеңдерді, мысалға буддизм келетін болса, біздің түркілерге сол кезде буддизмді қабылдағандар бар. Мысалы, ұйғыр қағанатының кезінде өздеріңізге белгілі, қағандардың көпшілігі сол жаңағы неде болады деп. Буддизмді қабылдайды, бірақ халық толық мойынсұна қоймайды көпшілігі. Сосын христиандық келген кезде оны да қабылдаған бір бөлігі, тұтас емес. Сосын манихейлік бола ма, тағы басқа қысқасы кез келген діндер, әлемдік діндер, бұлайға барлығы түркілерге келген кезде түркілер қабылдаған. Соның енді бір қызығы, басқа діндерді, мысалы исламға келген, исламды қабылдағандай, басқа діндерге олай кірмеген. Оны тарихшылар, ислам тарихына қарасаңыздар, түркілердің мұсылман болуына қарасаңыздар көресіздер. Мысалға, буддизмді қабылдаған кезде, өздеріңізге білген, олардың енді бұлайша шашты жаңағыдай тықырлап алып тастап, бұлайша тақуалық дейміз ба, сопылық өмірге бейім болып, ол деген ары қарай тау-тасты кезіп кетіп, үңгірлерде жатып дегендей. Сондай бір нәрселер кетіп қалады. Сондықтан ол түркілерге ұнамаған, табиғатына жат. Сондықтан оны көпшілік қабылдай алмаған. Сол сияқты христиандық та солай, мысалы, оның да белгілі бір қағидалары болады. Мысалға деген шапалақпен бетінен бір бердірсе, екінші бетін тос дегендей әңгімелер. Олар біздің түркілерге ұнамаған. Яғни, былайша айтқан кезде түркілер әрқашанда жаңағы топтасып өмір сүреді, оның үстінде деген жаңағы айтқан өзінің үлесін, адамша өмір сүрудің енді формасын таңдаған. Сосын басқа жаңағы иудаизмді қабылдаған кездер болған, енді оны да білесіздер, ол да толық сәйкес келмейді. Сонымен мына исламға келген кезде оны кәдімгі қараса бұрынғы тәңірлік сенімменен, бір құдайлық сенімменен олар кәдімгі мына ұштастырып, байланыстырып, ары қарай былайша айтқан кезде көпшілігі, түркілердің көп бөлігі мұсылман болады. Содан осы мәселе әлі күнге дейін жаңағы
өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Яғни түркілер исламды қабылдағаннан кейін тек қабылдап қоймады, әрі қорғаушысы болды ислам. Қалай деген кезде, ол мына ғылыми тұрғыда болсын, мына ақида дейміз ғой, ақида болсын, ислам фиқ құқығы болсын, тағы да басқа хадис жағы болсын, тағы басқалар, тағы басқа исламдағы қажетті негіздердің барлығын негізі қорғап келеді. Көпшілік ғалымдар, сондай әсер еткендер түркілер және түркіл қоғам. Сол нәрсеге былайша айтқанда егелік қылып, Алла тағаланың жолын әрі қарай пайғамбарымыздың жолын жалғастырып келетін халық болып саналады. Оны енді әзіргі әлемдік саясаттан көрсек те болады. Мысалға, сол түркілердің негізгі бір қара шаңырағы болған әзіргі Түркияны айтатын болсақ, мысалы, ол да әлемдік саясатта өз орны бар. Біздің мысалға деген Қазақстанның өзі шүкір тәуелсіздік алғаннан кейінгі мұсылмандардың әлемінде, ислам әлеміндегі орны енді бәріміз көріп келеміз. Әртүрлі бізде де жаңағыдай іс-шаралар өтіп жатады. Барша жаңағыдай діндегілердің басын қосып дегендей. Яғни былайша алып қараған кезде кез келген мысалы әлемдік саясатта да Құранға, тағы да басқа жаңағы дінге бір мәселелер жаңағыдай теріс әңгімелер айтылып жатса, қысымдар болса, біздің енді сол президентімізден бастап заңдарымызға дейін былайша айтқан кезде қоғамымыз әрқашан өзін көрсетіп отырады. Ол енді белгілі нәрсе. Мысалға, кешегі көптеген жақ болған кезде де әйтеуір әрқашанда мұсылман қауымымен біргеміз. Міне, осы мәселе біздің мына кесенеде сол тұр. Яғни Раббым Алла деген сөз. Сонда бұл жерде негізгі мәселе, негізгі шындық ол Құдай, Алла. Сол шындық осы кесенеден былайша айтқан кезде орын алып тұр. Сол түсінік, сол ой, сол жаңа философия дейміз, басқа дейміз, әйтеуір қалай болғанда да Аллаға сену, жаратушыға сену, Тәңір деп атаймыз ба, басқаша Құдай деп атаймыз ба, Алла деп атаймыз ба, әйтеуір былайша айтқан кезде сол бұрыннан келе жатқан баяғы бір құдайлық жаңа тәңірлік сеніміміз, сезіміміз былайша айтқан кезде кейін Алла тағала деп былайша айтқан кезде жаңағыдай Құдай деп аталып, Алла деп атап дегендей басқа да аттарменен атап келеміз осы уақытқа дейін. Бұның барлығы былайша айтқан кезде өмірдегі үзілмей келе жатқан шындықтың былайша айтқан кезде көрінісі. Соны мына жерде түйіндеп кетіпті аталарымыз кезінде. Яғни Раббым Алла деп бізге көрсетіп кеткен. Яғни ұрпақтар әрқашанда жаңағыдай жолын тауып, былайша айтқан кезде адаспай жүрсін дегендей. Енді бұл Құдайға сену мәселесі. Енді кейбір атауына байланысты, кейбіреулер енді тәңіршілер анау-мынау деп жаңағы шығып жүргендер бар. Негізі түсіну керек, бәрімізге білім керек негізі. Діндегі жүрген бауырларға да, дінде жоқ былай кісілерге де, я болмаса жаңа тәңіршіміз деп жүргендерге де бәріне білім керек. Бәрін айтып жүрген бір нәрсе. Құр дау-дамайдың ешқандай қажеті жоқ. Былайша айтқан кезде тарихта бәрі тұр. Былайша сенесің ба, оның негіздері бәрі тұр. Сенбейсің ба, ол да жаңағыдай негіздері де тұр, болашағы да, жемісі де, нәтижесі де тұр. Сенушілердің де жаңағы тарихы да тұр, нәтижесі, болашақ нәтижесі де көрініс тапқан, ол да барлығы айтылған. Сондықтан бұл жерде ол қоғамда жаңағыдай арду-дарду, былайша бөлініп, бір-бірінің көңілдерін қалдырып, бір-біріне жаңағы былайша айтқан кезде аузына келгендерін бәрін жаңағы айтып, ренжітудің керегі жоқ. Сондықтан шындық керек адам, ақиқатта керек еткен адам, ол міндетті түрде іздену керек, сөйлесу керек, көрсу керек дегендей. Содан ары қарай білімін тереңдету керек. Шындығында да осы шындық, яғни Алла, жаратушы, Тәңір шындығы бізде осы жерде таңбаланған, яғни бар. Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед дейді. Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби дейді. Енді бұл жарайды, енді ол Аллаға сенім мәселесін былайша ешкім дауы жоқ, ол ғылымда да бәрі дәлелденген. Жалпы өмірдегі шындықты іздеген адам
Аллаға барып тіреледі, қаласа да қаламаса да. Егер шындық керек болмаса, маған өмірімнің жаңағы мына фәни дүние дейміз, ол бақи дүние, ол дүние дейміз, бұл дүние дейміз, соның барлығы егер де маған бәрібір, маған ештеңесі керек емес десе, оған ол сол жаңа ниетіне жетеді. Яғни сол бәрібір қалай болса солай, арам адалды ажыратпай, жақсы жаманды білмей, былайша араластырып жүре береді. Сонда бұл жерде енді мәселе неде болып тұр? Мәселе тәртіппен адам баласы өзін жаңағыдай реттеп, кәдімгідей өмірдегі жаңа шындығында да қасиетті жазбаларда, кітаптарда, Құран кітапта, тағы да басқа кітаптардың барлығында адамзат тарихында жалпы адамның кім екендігі, қаншалықты болатындығы бұл өмірде және алда қандай өмір күтіп тұрғанда ол бәрі айтылған. Ешқандай дау-дамайға жаңағыдай жол жоқ. Тек қана сол жаңағыдай негіздерді біліп, ізденіп, соны тауып, соған ілессе болды. Ал енді бұл жерде енді бұл шындық, Алла шындығы, ол енді бір жақ. Екінші шындық тұр бұл жерде. Мұхаммед нәбиі дейді. Пайғамбары Мұхаммед дейді. Бұл жерде де қызық. Шындығында да көптеген адам баласы бар. Олар, мысалы, діндеміз дейді, дініміз бар дейді. Ол діннің әртүрлі атаулары бар, өздеріңізге белгілі. Олар сөйтіп жүргеніменен, былайша алып қараған кезде бір шындықты олар мойындамайтындар бар арасында. Қандай шындық деген кезде, мына пайғамбарлық шындық. Ол соңғы пайғамбар шындығы. Мысалға айтайық, мына көрші еліміздегі көрші еліміздің дініндегілер, біз пайғамбарларға сенеміз дейді, және Иса пайғамбарды пайғамбарымыз деп есептейді. Тағы бір елдер, мысалы, оның бәрін атын атап түсіністеудің керегі жоқ. Олар да кәдімгі біз енді Мұса пайғамбардың үмбетіміз дейді. Тағы басқалары. Бұл кісілер жалпы дұрыс, Құдайға сенеді, онысы жақсы. Ал пайғамбарларға сенеді, адам атадан бастап Мұса пайғамбарға келіп тіреп қояды. Я болмаса адам атадан бастап Иса пайғамбарға келіп тіреп қояды. Ал Иса пайғамбардан кейін кім болды деген кезде, оны әзір ғылымда, білімде, оны деген тағы да басқа әзір соңғы технологиялардың басқасы болсын, барлығын жаңағы пайдаланып қарайтын болсақ, Мұхаммед деген шындық бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда ол Мұхаммед деген ол шындықта мойындаған адам ғана ол толық болуы мүмкін сенімі. Егер соңғы пайғамбар Мұхаммедті мойындамаса, демек ода бір шикілік бар деген сөз. Олар әзір біраз іздену керек, ары қарай жолын табу керек, қарастыру керек. Егер адам ретінде, саналы адам ретінде бір шындық керек болатын болса, өмірдің мәні керек болатын болса, олар іздену керек. Сонда олар кәдімгі сол ізденетін болса, ол шынайы ғылыми кәдімгі ізденіс оларды Мұхаммедке алып келеді. Қалай болғанда да. Ал енді біздің енді бақытты ұрпақ екендігіміздің бір көрінісі, сол шындықты аталарымыз таңбалап кеткен бізге. Әрқашанда жаңағы Алланың құлымын, пайғамбардың үмбетімін деп жаңағыдай бәрін кезінде әбден сіңіріп кетті. Одан кейін мына біздің жаңа кесенедегі Мұхаммед нәби дегені де, Мұхаммед менің бұлайша пайғамбарым деген сөздің өзі, бұның өзі кәдімгі сол шындықты ары қарай бізге жаңағыдай бекітіп кеткендігінің бір белгісі. Мұхаммед нәби. Енді осы Мұхаммед мәселесіне келетін болсақ, басқа елдерде жаңағы христиандықта Исаға келіп тоқтайды да, Мұхаммедті мойындамайық дейді. Мойындамайды, иә. Олар христиан болып қала береді. Бізде ол Мұхаммедті жаңағыдай мойындамасақ, біз мұсылман болмаймыз. Яғни біз діннен шығып кетеміз. Я болмаса жаңағы тек біз енді мұсылманбыз ғой. Егер де біз Исаны мойындамайтын болсақ,
я болмаса жаңағы Мұса пайғамбарды мойындамайтын болсақ, біз діннен шығып кетеміз. Яғни ол пайғамбарлық тізбекті біз ешқашанда не қыла алмаймыз, жоққа шығара алмаймыз. Адам атадан бастап Мұхаммед пайғамбарға дейін барлығы болған, өмірдегі шындық болған, өмір сүрген, оның аты аталатындары бар, кітапқа хатқа түскендері бар, хатқа түспегендері бар. Оның барлығын Алла Тағала өзі кітабында айтып қойған. Сендерге білдіргендеріміз бар, білмейтіндерің бар деп. Сол айтқандай, адам, сол пайғамбарлықтың өзі, мысалы, адам атадан басталса, Мұхаммед пайғамбармен аяқталады. Сонда сол негізгі шындық Мұхаммед пайғамбар. Соны кім мойындайтын болса, демек ол әрі қарай былайша айтқанда ла илаха иллалла Мұхаммед Расулулла. Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед деп айта білген адам, соған санасы жете білген адам, демек бағана айтқандай мына төменгі бөлік деп отырмыз ғой. Сол қатардан шығып, әрі қарай былайша айтқан кезде санасы өседі деген сөз. Санасы өседі, былайша таным түсінігі өседі, өмірге көзқарасы өседі, рухани дәрежесі өседі. Енді осы жерде жаңа жұлдызды айтып кетуге болады. Жұлдыз дегеніміз кәдімгі материалдық әлемнің, енді осы жерде өрнекке қарап айтқан кезде шыңы деп есептейміз. Материалдық әлемнің шыңы. Сен сондай, мысалы, жұлдыздай болсаң да, жұлдыздың өзі болсаң да, сен егер де Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби дейтін болсаң, Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммед дейтін болсаң, сенің былайша айтқан кезде дәрежең көтеріледі деген сөз. Яғни материалдық әлемнің ең биік жерінен сен әрі қарай тағы да қадам басасың деген сөз. Жоғары қарай өрлейсің. Яғни рухани жаңағыдай дәрежелер, рухани мәртебелер әрі қарай саған жаңағы ашылады, әрі қарай сен соны көре бересің, көтерілесің деген сөз. Енді бұл жерде осы ортаңға бізде қалай болып отыр уақытымыз? 35 дей ма? Сондықтан енді біз тоқтамай енді әңгімемізді айтып жатырмыз. Негізі еркін сұхбат дегеннен кейін әртүрлі сұрақтар болғанда да жақсы болар еді. Бұл жерде енді тағы да мына Аллаху Рабби Мұхаммед Нәбиден мына жерден тағы бір көрсетіп жіберейін. Бұл жаңағы Раббым Алла, пайғамбары Мұхаммед деген сөз. Бұл енді ла илаха иллалла Мұхаммед Расулулла дедік. Бұл бұлайша исламның енді негізгі шарты. Жаңа куәлік дейміз ғой, шахадат. Осы жаңағыдай калима тайибамен болады. Шахадат. Ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулу. Бір Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік беремін. Және бір Мұхаммед оның Алла Тағаланың елшісі, әрі құлы, әрі елшісі екендігіне куәлік беремін деген сөздерменен енді исламға кірген боламыз. Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби, Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммед деген осы. Енді бұл мына исламда 5 парыз бар, білесіздер. Оның біріншісі жаңа иман мәселесі. Осы жаңа калима айту. Бізге енді осындан да осы жерден кесенеге келген кезде біз осы калиманы осы жерден көре аламыз. Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммед деген жазудан өрнектеліп, таңбаланған осы жазудан көреміз. Енді сол исламдағы бірінші парыз жаңа иман болатын болса, 5 парыздың біріншісі. Сосын екіншісі намаз, үшінші ораза, одан кейін жаңағы зекет, қажылық болып кете береді ары қарай. Сонда иманнан кейін жаңағы 5 уақыт намаз дейміз. Енді мұна неге қарайтын болсақ, кесененің осы батыс фасадқа. Бұл мәселе жақсы келтірілген. Мына терезелерге қараймыз. Мына бір терезе кәдімгі иман дейік. Исламның жаңағы 5 парыздың бірінші иман. Иманның ар жағында мынау енді мешіттің терезесі. Кесенеде мешіт бар. Оны енді зияратқа келмегендер білмейтін шығар. Қаулы жағы мынау, батыс жағы. Осы кесененің, осы терезенің ар жағында мешіт бар.
сонда екіншісі намаз дегенге кетеді ғой. Бірінші иман, екіншісі намаз. Енді осы иман мәселесін ары қарай қарайтын болсақ, иманның да өзінің жаңағыдай ашықтамалары бар, дәрежелері бар дегендей, түрлері бар. Соның біріншісі жаңағы иман мүжмәл дейміз. Иман мүжмәл дегеніміз қысқартылған, жинақталған иман деген сөз. Яғни ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла дегенді былайша айтқан кезде білдіреді. Иман мүжмәл. Ал енді ол осы Аллаху Рабби Мұхаммед Нәби мысалында соны жаңағыдай бөлуге болады. Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммед деген иман мүжмәл былайша айтқанда. Жинақталған сол кәдімгі негізгі сөз сол. Екінші иман муфассал деген болады. Иман муфассал дегеніміз ашықталған иман деген сөз. Әрқайсысын жаңағыдай рет-ретімен ашықтап көрсетіп айтылған иман деген сөз. Оны білесіздер, мына 40 парыз деген болатын еді. Соңғы кезде онша көп естімейміз, бірақ 40 парызда 5-еуі исламда, 7-еуі иманда деп келтіреміз. 7 иман деп санаймыз. Сол 7 иманда арабшасы жаңа әмәнту биллахи деген сөзбенен ол былайша түсіндіріледі. 7 иманда. Оның біріншісі жаңағы әмәнту биллахи, мен Аллаға иман келтірдім, уа мәләикатихи, Алланың періштелеріне сендім, уа кутубихи, кітаптарына сендім, уа русулихи, жіберген пайғамбарларына сендім, уа яумил ахири, ахирет күніне сендім, уа бил қадари хайри уа шарри мин Аллахи таала, жақсылық жамандықтың тағдыры бір Алладан екендігіне сендім, уа баъсу баъдал маут, өлгеннен кейін қайта тірілуге сендім деген 7 иман. Осы 7 иман мәселесі жаңа иман муфассалға кіреді. Иман муфассал осы 7 иманнан тұрады дегендей. Сонда біз енді Аллаға сенем деген кезде, сол сеніміміздің былайша айтқан кезде 7 негізі, сенетін 7 пункт былайша айтқан кезде. Сол мына кесенеге қарайтын болсақ, батыс фасадқа. Мына жерде кәдімгі бір терезе, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 терезе берілген. Жаңа батыс фасадта 7 терезе бар. Сонда осы иман мәселесі қозғалған осы ортаңғы бөлікте кәдімгі мына 7 терезенің берілуі бізге осы иман муфассалдың да ашықталғанын көрсетеді. Яғни иманның да осындай 7 негізі бар екендігін осы жерден жаңағыдай көреміз. Мысалға бағанағы айтқандай Иса пайғамбар, Мұса пайғамбар туралы айттық. Сонда солардың барлығы пайғамбарлар деген тақырыпқа кіріп кетеді. Мен енді бір Аллаға сендім, Алла тағаланың уа мәләикәт періштелеріне. Періштелерді білесіздер, нұрдан жаратылған, тағы да басқа, оның енді өзі үлкен бір тақырып, алда уақытта көре жатармыз. Сол періштелерге сендім, одан кейін жаңағы уа кутубихи, кітаптарына сендім, уа русулихи, пайғамбарларына сендім, уа яумил ахири, ахирет күніне сендім, уа бил қадари хайри уа шарри мин Аллахи таала, жақсылық жамандықтың тағдыры бір Алладан екендігіне сендім, уа баъсу баъдал маут, өлгеннен кейін қайта тірілуге сендім деген жаңағы 7 иманды да осы жерден көре аламыз. Одан кейін тағы мына иманның бір түрі болады, жаңағы тақлиди иман деп аталады. Тақлиди иман дегеніміз кәдімгі еліктеумен табылған иман, сенім. Сонда сен мұсылмансың ба деген кезде, иә мұсылманбыз дейміз кейбіреулеріміз. Қалайша мұсылмансың десе, ата-ана мұсылман, мен де мұсылманмын дейміз. Қазақ мұсылман, мен де мұсылманмын. Мысалға өзбек мұсылман, мен де мұсылманмын. Түрк мұсылман, мен де мұсылманмын дегендей әңгіме. Араб мұсылман, мен де мұсылманмын дегендей. Сонда бұл сөздер осы жаңа тақлиди иманның бір көрінісі болып табылады. Яғни әйтеуір бір нәрсеге, бір кісілерге, бір қоғамға, көпшілікке еліктеп кәдімгідей сеніп жүрген адамдар. Бұл иман негізі жарайды, өтеді дейді, бірақ өте қауіпті дейді бұл иман. Яғни кез келген уақытта адам баласы иманнан, Аллаға деген сенімінен айырылып қалу қаупі бар дейді, осы дәрежеде жүргендер. Яғни тақлиди иман дәрежесінде жүргендерге өте қауіпті дейді. Сондықтан мына әзіргі кеңес одағының
Кеңес одағынан шыққан көптеген елдер бар, мұсылман елдер. Сол жерде көптеген мұсылман қауымның сол иман дәрежесі сол тақлиди иманға жатады. Яғни мұсылманның ұрпағымыз деп жүре береді. Әзірге осы күнге дейін мысалы арада 30 жыл өтіп бара жатса да, жалпы алған кезде біз сол неден көтерілгіміз келмейді. Әйтеуір мұсылманның ұрпағымыз деп жүре береміз. Негізі ол өте қауіпті. Егер мысалы біреу келіп адастырам дейтін болса, азғырам дейтін болса, ол оп оңай еріп кете беруі мүмкін. Кейбірі. Мысалы ол жаңа тақлиди иманда жүргендердің де ықыластылары болады. Ол ықыластылары енді сәл өзін өзі қорғауы мүмкін, бірақ көпшілігі ерме болуы мүмкін. Кез келген нәрсеге не былайша айтқан кезде басқа дұрыс емес теріс дінге шақырса, дінге соған еріп кетуі мүмкін. Әртүрлі теріс идеология пікірлер біреулер әкеп жаңа саяси болсын, ол жаңа тағы басқа мүдделерді көздеген мақсаттардағы сенім болсын, соларға шақыратын болса, оған да еріп кетуі мүмкін. Сосын деген ол енді дінге шақырса да кетіп қалуы мүмкін. Соның ішінде енді ол діннің ішіндегі, мұсылмандықтың ішіндегі жаңағы мазхаб деген болады, жаңағы жолдар. Сол жолдардың өзінде де ең дұрысы болады. Одан кейін былайша айтқан кезде ең қате жол, былайша дұрыс емес жолдар бар дегенде. Қауіпті жолдар бар. Мысалы, соларға еріп кетуі мүмкін. Сондықтан мына тақлиди иман дәрежесіндегі адамдар міндетті түрде өзін өзі жаңағыдай қолға алып, ары қарай ізденуі керек. Яғни мен кіммін, қайдан келдім, не істеуім керек. Былайша айтқан кезде шүкір, әзір мысалы әр қалада мешіттер бар, медреселер бар, тағы да басқа білетін кісілер, әзір дінді жақсы білетін кісілер бар. Солардан жаңағы барып үйреніп, ары қарай өзінің жаңағыдай иман дәрежесін көтеру керек. Бұлай жаңағы мен тек қана жаңағыдай ата-анам, жаңағы елім, ұлтым мұсылман деп жүре беретін болсақ, ертең ол бізге жаңағыдай кері әсер етуі мүмкін. Ұрпағымыз азғындап, ұрпағымыз адасып кетуі мүмкін. Енді сол тақлиди иман үлгісін мына жерден қалай көреміз дейтін болсақ, бұл жерде жаңағы Аллаху Рабби Мұхаммед Набиді өте көп жазған дедік қой, жаңағы 100-ден аса рет жазылған. Сонда сол тақлиди иман мына көпшіліктің, енді әзіргі көпшіліктің сенімен сол дәрежеде болатындығы да осы жерде бір көрсетілген. Осы содан көруімізге болады. Одан кейін адам баласы енді ізденетін болса, ол білімін тереңдететін болса, таным түсінігін жаңа тереңдететін болса, ол шынайы иманға көтеріледі. Шынайы иман, иманның дәрежелерінің ең жоғарғысы сол шынайы иман деп аталады, тақиқи иман. Сонда мына кесенедегі мына батыс фасадта да ең жоғарыда мына фриз дедік қой, басқұр тәрізді мына ең жоғарғы бөлікте де сол шынайы иманға жету үшін нұсқаулықтар бар. Енді бұл жерден де былайша айтқан кезде жазудан айтып кететін болсақ, Қалаллаху табарака ва тағала дейді. Алла тағала айтты дейді. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Алланың құзырында ғайыптың кілттері бар, оны тек өзі біледі дейді. Бұл енді жаңа Анғам сүресі деген бар Құран кәрімде. Сол Анғам сүресінің алғашқы аяттары, жаңа 59-шы аяты осылай басталады. Сол 59, 60, 61, 63-ші аятқа дейін бұл жазылған осы кесенеде. Мына батыс фасадтан бастап, солтүстік портал, одан кейін шығыс фасадтан аяқталады. Енді бұл жерде ғайыптың кілттері Алланың құзырында дейді. Оны өзі біледі дейді. Енді тәпсірлерге қарайтын болсақ, ғайыптың түрлері болады, ғайыптың не екендігі, оның барлығы дінде қарастырылған, талқыланған. Бірақ сол тәпсіршілерде ғайыпты бір жағынан қазына деп не алған деп тәпсірлеген. Қазыналардың кілті Алланың құзырында деп келтірген жерлері де бар. Сонда бұл жерде оны тек өзі біледі дейді.
егер ғайыптың кілті Алла тағаланың құзырында болса, оны өзі білетін болса, сосын тағы мынандай сұрақтар туындайды. Мысалға, Қыдыр ата мен Мұса пайғамбар кездеседі ғой. Сол кезде оны енді ол да терең мәселе, оны кейін тағы бір жол айтамыз реті кезде. Сол Мұса пайғамбар сол кезде мысалы қайық мысалын айтатын болсақ, қайықтағы сол жерде болатын оқиғаны, яғни Қыдыр ата тесе бастайды ғой. Соны неге тесіп жатырсың, ол да бейшаралардың қайғы еді, олар осымен балық аулап күн көретін еді, енді деген мынау жарамай қалды, олар деген әлек болып жаңа құрып кету жойылуы мүмкін деп кәдімгі Мұса пайғамбар әңгіме айта бастайды. Сол кезде Қыдыр ата айтады, сен маған уәде беріп едің ғой дейді, бірге жүргенде кәдімгідей шыдаймын, сізге қарсы әңгіме айтпаймын деп ол кісі ескертеді. Сол кейін барып ашықтаған кезде неге жасағандығын, бізден кейін бір залым патша деп келтіреді. Сол кісілер кәдімгі жағадағы қайықтарды кәдімгі күшпенен тартып алып жатыр екен. Сосын деген біз тескен қайыққа келді, ол кәдімгідей батып жатты суға, бұл жарамайды деп қалдырып кетті дейді. Содан ана пақыр міскінде қайтадан азнаулақ жаңа тақтай тауып, қайықты жамап, қайтадан ары қарай тіршілігін жалғастыра берді дейді. Егер де ол бүтін болып тұрған кезде жаңа залым патша алып кететін еді, ол бейшаралар ағаш тауып, оны тақтай жасап, оны жаңа қайық жасаймын дегенше біраз құрып жойылып кететін еді. Сондықтан енді ол кездерде сондай кемшін кез ғой. Сонда солай еді деп айтқан екен. Енді бұл жердегі нәрсе Мұса пайғамбардікі сол көрініп тұрған оқиға туралы енді ол баға береді, ал Қыдыр атаға одан кейінгі нәрселер білдіртілген. Мысалы, одан кейінгі нәрсе, болатын нәрсе ол кісіге хабарланған. Тағы да басқа сондай оқиғалар бар. Мысалы, пайғамбарымыздың ақыр заманға байланысты айтқан хадистер бар, ақыр заман белгілері туралы тағы басқа. Бұлардың барлығы ғайып, былайша айтқан кезде. Ал енді сонда қалай болады деген кезде тәпсіршілердің тағы қорытатындығы бұл жерде қазына, ғайып деп келтіретін болсақ, Алла біледі және Алла білдірткен құлдар біледі дейді. Яғни әулие құлдар біледі деген сөз. Пайғамбарлар білді, пайғамбарларға айтылды, енді жаңағы одан кейінгі ізбасарлары әулиелер де біледі дегенді білдіреді. Алла кімге білдіртсе, сол біледі деген. Енді сол Алла тағала білдірткен құлдар бұлайша әулие деп аталады бізде. Мына осы аяттың Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінде енді орын алуының өзінде осындай бір сырлар бар. Енді әзір тек біз білгенімізді айтып отырмыз, енді әзір біз білмейтін қаншама сырлар шығуы мүмкін. Сонда ол кісінің әулие екендігін енді көрсетіп тұрған бір жазудың бірі осы. Яғни Алла біледі және Алла білдірткен құлдар біледі. Яғни бұл кісіге де біраз жаңағыдай рухани сырлардың кілті, руханият берілді, осындай кереметтер ол кісіден көрінді деген мағынада осы жерден ары қарай шыға береді мәселе. Сосын уайъаламу ма фил барри уал бахри дейді аяттың жалғасында. Және Алла тағала құрлықта не бар, теңізде не бар, оны да Алла өзі біледі дейді. Одан кейін уама тасқуту мин варақатин илля яъламуха. Және бір жапырақ түсетін болса, оны да Алла біледі дейді. Вала хаббатин фи зулуматил арди вала ратбин вала ябисин илля фи китабин мубин. Ал егер де бір дән дейді, ұрық, жердің қараңғылығына түсетін болса, ол жаңағы жас па, свежий ма дегендей, ол ары қарай жаңағы құрғап кеуіп қалған ба, оның барлығы фи китабин мубин, Алла тағаланың ашық кітабында тіркеуде тұр дейді. Қазақ айтады ғой, жаңағы судың да сұрауы бар дейді. Сол сияқты Алла тағала осы заттардың барлығын жаратқан Алла тағала. Соның ішінде былайша айтқан кезде оның бәрі тегін емес, бекер емес. Айналамыздағы нәрсенің барлығы, өзіміз де соның ішіндеміз. Дүние және о дүниенің ішіндегі заттар, бұлардың барлығы Алла тағаланың ашық кітабында тіркеуде тұрған заттар. Яғни құмның түйіріне дейін, шаңның тозағына дейін барлығы Алла тағаланың ашық кітабында тіркеуінде тұр. Әр мекеменің өзінің
мүлкі тіркеуде тұрады ғой, сол сияқты алла тағаланың жаңағы мүлкі, жаратқан заттардың бәрі тіркеуде тұр деген сөз. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсе, осы аятта ары қарай адам баласы жаңа айтып отыр, аспан, жер, теңіз, құрлық, ағаштардың жапырағы, тағы да басқа, осылардың барлығын адам оқыса, терең осылар ойланатын болса, алла тағаланың бар екендігіне көз жеткізеді. Мысалға бұған жаңағы бұны тахқиқи иман дейміз, яғни шынайы иманға ол адамның дәрежесі көтеріледі. Мұна әрі қарай енді көтеріліп келе жатыр ғой саты-сатымен. Сонда шынайы иман дәрежесіне көтеріледі. Оларды азғыру, ол енді былайша айтқан кезде қиын болады. Әркімге еріп кетпейді. Сондай бір жаңағыдай саналы түрде Аллаға сенген болады, өмірдің шындығын қабылдаған болады ол кісілер. Әсіресе нелерді айтуға болады. Мына Европада, Америкада болсын, тағы басқа көрші елдерде мұсылман болып жатқан ғалымдар бар. Өздерінің зерттеу нәтижелерінде олар мұсылман болып жатыр. Солар осындай, оларды осы шынайы иманға, тахқиқи иманға жетті деп айтуға болады. Яғни осы дәрежеде. Енді мына уақытымыз өте, былай жатқан кезде аздық қылайын деп тұр. Негізі бұл кесененің енді бұл батыс фасады, сосын солтүстік портал бар, одан кейін жаңа шығыс фасады бар, одан кейін оңтүстік портал бар. Ол жақтардың барлығында жазулар бар. Олар мен ойлаймын, енді ана біз бүгін енді бірінші хабарымыз болғаннан кейін мен де жобалап едім негізі бұның өзінен толық бітіре алмаймыз ау деп. Шындығында да солай болайын деп тұр. Алдағы уақытта енді осыны оның бәрібір қысқаша болса да енді не қылайын енді ары қарай қорытындылап көрейін. Сонда адам баласы сол тахқиқи иманға жетеді. Иманға жеткеннен кейін сол мына күмбездің астында бір суағар бар. Суағардың астында бір жазу бар. Ол жерде де әд-дүния джифатун талибуха килабун дейді. Қала Наби алейхиссалам әд-дүния джифатун талибуха килабун дейді. Дүние пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Дүние жемтік, оны іздеген иттер дейді. Бұлай біз рухани бұлайша өсіп келе жатырмыз. Жаңағы тақлиди иман, тахқиқи иманға мысалы көтерілдік. Одан кейін бар тағы бір ескерту жасап жатыр бізге. Дүние және оның жемтік екендігін. Бұл жерде дүние дегеніміз көбіміз жаңағы әшейін байлық деп қабылдаймыз да, сонымен тоқтап қаламыз. Олай емес. Дүние дегеніміз осы пендешіліктің барлығы, барлық түрі. Сенің қызғаншақтығың бар, тағы басқа не бар, арамдығың бар, бұл уақытты босқа өткізуің бар, тағы басқа нәрселер, солардың барлығы дүниедегі заттар болып табылады. Және бұлай теріс шыдамсыздық, тағы басқа қанағатсыздық дегендей, ынсапсыздық, солардың барлығы осы дүние болып табылады. Яғни бұл жерде ескертіп жатыр, ей адам баласы, сен осындай жаңағы иманыңды көтеріп, ең жоғарғы дәрежеге көтерілгеніңменен алдыңда дүние деген фактор бар дейді. Егер сен соған алынып қалатын болсаң, онда сен рухани өсімің тоқтайды дейді. Яғни тоқтағанда сол дүние деген фактор бар дейді. Өкінішке қарай әзір көптеген біздің жаңағыдай діндарларымыз осы жерге тоқтайды. Ілім алады, әртүрлі оқуларды оқып келеді, әртүрлі жаңағыдай тақуалығын, намазын, оразасын барлығын жақсы жасайды да, бір кезде осы неге мән бермейді. Өзі мысалға деген негізгі мәселелер, өсуіне кедергі болатын нәрселерге мән бермейді. Яғни сол адамшылықтан, адамгершіліктен аттап, былайша үлкендер мәселесі бар, ел, ұлт мәселесі бар, тағы да басқа дегендей айналасына қарамай, қалай болса солай жүремін деп, олар сол жерде қалып қояды. Бұл неден қалып қояды деген кезде, ар жағында мына күмбездің астында тағы бір жазу бар, екі жазу қалды, соның біреуі әл-инаяту лилля. Яғни инаят Алла үшін, инаят Алладан. Бұлайша алып қараған кезде бұл да кәдімгі қамқорлық деген мағынаны білдіреді. Әл-инаяту лилля, қамқорлық Алладан. Яғни Алла қамқорлығын алатын болса, ең соңғы жазу бар, оны ата мақамы дейміз. Кәдімгі әл-ата улилля деген сөзбенен аяқталады жазумен. Яғни си Алладан. Си ата Алла үшін. Ата дегеніміз кәдімгі Алланың берісі деген сөз. Сонда ең негізгі беріс, жаңағы айтқанда Қыдыр атаға берген беріс бар. Яғни ләдүнни ілім. Ол енді бұлайша айтқан кезде тағы да әулиелерге беріледі,
Аллаға былайша рухани кемелдікке ұмтылып, сол белгілі бір дәрежеге жеткен адамдарға Алла оны инаятына алады, қамқорлығына, содан ары қарай ол жаңағы ата деген мақамға жетеді. Алланың сыйы ол адамға беріледі, яғни ол кемел адамға жетеді. Кемел адам, толық адам дегеніміз енді сол кісі болады. Жалпы алған кезде осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі жазулардың мән мағынасы әлі де терең. Бұл әшейін біздің білген, өзімізше жаңағыдай білгеніміз ғана. Ал егер де не қылмайтын болса, ары қарай ол зерттелетін болса, бұдан да басқа көптеген нәрселер шығады деп ойлаймыз. Енді осы жерде айтып өтейін. Бұл иман мәселесін осы батыс фасадтан көре аламыз. Одан кейін адамдардың бір тобы, жаңағыдай осындай иман дәрежелерін айттық, адамдардың бір тобы білім алғысы келеді. Қалай білім алам дейтін болсақ, оның жауабы кесененің солтүстік порталында берілген, сол жерде жазуларда. Оны алдағы уақытта реті келетін болса, бірге оны да қарастырамыз бұйырса. Енді қорытындылап айтатын болсақ, енді сұрақтар да бар екен, енді оған мына уақытымыз сәліне тағы бірде жауап берерміз. Осы талдау қорытындысында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің батыс фасады жай ғана сәулеттік әсемдік емес, терең рухани жолдың символдық картасы екені анықталды. Төменгі бөліктегі жұлдыз өрнектері материалдық әлемнің ең биік шыңы мен адам жаратылысының қадірін, ортаңғы бөліктегі куфи жазулар иманның негізін және оның сатыларын, ал жоғарғы бөліктегі Құран аяттары мен әл-инаяту лилла, әл-атау лилла сияқты ұғымдар ғайып ілімдері мен Алланың ерекше ілтипаты мен сыйын меңзейді. Осылайша фасад композициясы адамды жерден рухани кемелдікке жетелейтін, нәпсі мен дүние шырмауынан арылтып, жаратушыға толық берілуге бағыттайтын көп қабатты рухани бағдарлама ретінде көрінеді. Құрметті көрермен, тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұл жалғасын тапсын десеңіздер деп бір не тастайық. Ары қарай лайк басыңыздар. Алла жазса, бұл хабарларымыз ары қарай жалғаса береді. Енді осы жерде тағы да бір хабарлама ретінде айтайын. Бұл онлайн сұхбатымызда сол қаладан тыс жердегі басқа қалалардағы және шетелдік қонақтар апта сайын шығып отырады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Көріскенше.